Сіз жоғалғанына 3 күн болған баланың тірі қалып, анасын өзі тапқанына сенесіз бе? Бұл оқиға Маңғыстауда болған. 6 жастағы бала ауыл шетіндегі даладан ойнап жүріп жоғалып кеткен. Іздеу топтары, полиция, дрон бәрі 3 күн бойы төңіректі шарлап шықты. Бірақ еш нәтиже болмады. Ең қызығы, 3-ші күннің таңында анасы есік алдына шықса, баласы өзі келе жатыр екен. Шаң басқан, шаршаған, бірақ аман. Бала не деді дейсіз бе? Мен жаман адамнан тағылдым, ол ұйықтап жатқанда қашып кеттім. Деген қорқыныштысы, ешкім ешқандай адам көрмеген. Ізде жоқ, камера да жоқ. Тағы бір таңғаларлығы, бала 3 күн бойы не су ішпеген, не тамақ жемеген. Бірақ денсаулығы қалыпты. Дәрігерлер тексергенде, бойында ешқандай әлсіздік белгілері болмаған. Бала өз айтқан тағы бір нәрсе, менімен бірге болған адам анама ұқсайтын еді, бірақ дауысы бөлек болатын. Бұл кім болған? Елес пе, елестету ме, әлде бір жұмбақ күш пе? Жауабы жоқ. Бірақ осы оқиғадан кейін ауыл адамдары әлгі маңнан алыс жүруге тырысады. Өйткені бұл оқиға жай ғана адасу емес сияқты.